бөлімінің оқушыларымыз. Информатика жай пән емес, бұл сендердің болашақ мүмкіндіктерің. Есімізде болсын, қате шығу әлсіздік емес, ол үйренудің бір бөлігі. Әрбір қадам бізді нәтижеге жақындатады. Қазір ішімізден айтайық, менің қолымнан келіп. Жарайсыңдар. Бүгін белсенді болып бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Ал енді сабағымызды бастайық. Олай болса оқушылар, біз қазір топқа бөлініп алайық бірден. Осы тізім бойынша бірінші топ домбыра тобына Ақжан, Ақкаусар, Әмина, Әбдірахман, Алмас, Шыңғыс. Бірінші топқа ауысамыз. Екінші топ Қолыс тобына Ыбырай, Шапағат, Арсен, Әдемі, Кәусар, Арайлы. Жақсы. Өте жақсы, жарайсың. Келесі, сұрыптау алгоритмінің неше түрі бар? Шыңғыс? 4 түрі бар. Аха, қандай? Іріктіру, таңдау, көбік, жылдам. Жарайсың, өте жақсы. Келесі, көбік, козирок. Бабыл әдісі қандай әдісі? Әбдірахман? Ол әрбір екі жұп салыстырады екі жұпты. Иә, әрбір қатар тұрған екі жұпты салыстырады. Жарайсың, тамаша. Келесі, таңдау, выбор, selection әдісі қандай әдіс? Арайлы? Массивтегі ең үлкен немесе ең кіші элементтерді таңдап, сұрыпталмаған элементтердің бірінші тұрғанмен ауыстыру. Жарайсың, тамаша. Келесі сұрақ, сұрыптаудың неше түрі бар? Ыбырай? Сұрыптаудың екі түрі бар, біріншісі өсіретмен, екіншісі кеміретмен. Өте жақсы. Жарайсыңдар, тамаша. Қайталау сұрақтары бойынша өте жақсы жауап бердіңіздер. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Экранға назар аударайық. Оқушылар, біздің экранда қараңыздар. Қазақтың ұлттық аспаптары көрсетіліп тұр. Домбыра, қобыз, сыбыз бар. Енді бұл жерде орындалатын іс-әрекетке назар аударыңыздар. Мысалы, мен минус батырмасын бассам, ол орыннан жоқ. Келесі, қайта бастым, қайта қалпына келіп тұр. Қобыз. Мысалы, орнына қайта келіп. Ол қандай әрекетті көріп тұрсыздар? Иә, элементтерді өшіру және қалпына келтіру. Олай болса, біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы элементті өшіру және қалпына келтіру. Бүгінгі күннің жадын жазылы оқушылар. Тақырыпты дәптерге жазып алайық. әдістер көмегімен әртүрлі іс-әрекеттер орындауға болады. Солардың әрқайсысымен танысып көрейік. Бірінші add әдісі. Бұл массивтің соңына элементті енгізуге көмектеседі. Яғни бұл жерде A массивінің соңына X элементін қосатын программа топтары. Келесі әдіс иллюстрация әдісі деп аталады. Бұл жерде екі өлшем көрсетіледі. Біріншісі ол орын, екіншісі элемент. Яғни екінші орынға X элементті кірістіреді.
Келесі поп әдісі бұл массивтегі индекс бойынша элементті жояды, өшіреді. Егер индекс көрсетілмесе, онда соңғы элемент өшіреді. Келесі remove әдісі бұл жерде x мәліметтен элемент, ең алғашқы элемент өшіреді, яғни A массивіндегі x мәліметтен элемент өшіреді. Келесі әдіс count әдісі бұл массивтегі x-ке тең, яғни көрсетілген x мәліметтен элементтердің санын анықтауға көмектеседі. Енді осы көрсетілген әдістер бойынша мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, бұл жерде A-н бөлушілді массив берілген, осы массивтегі тек бір-ақ элемент нөлге тең элементті өшіріп массивті қысқарту қажет. Бұл жерде егер A емес тең болса нөлге, онда тұрады I едімізде A поп арқылы, яғни поп әдісі арқылы қаны өшіріп тастаймыз. Келесі екінші мысал, Б-н бөлушілді массив берілген, осы массивтің қанша орнына жаңа элементті кірістіру қажет. Яғни бұл жерде біз B инсертте K-1 Оқушылар, біз сонымен қатар жаңа әдістерді дәптерімізге жазып отырайық. Келесі үшінші және кірістіру жобасын қарап көрейік. Бұл жерде ұзындығы n-ге тең болатын массив берілген, кездейсоқ сандармен толтырылған. Осы жерде ең кіші элементті өшіру керек, ең үлкен элементті өшіру керек және массивтің соңына осы екі элементті түсіру керек. Енді программалық форма қарайтын болсақ, Жақсы, оқушылар, бізде бүгінгі әдістерді дәптерімізге жазып алдық па? Append, pop, remove, insert және count. Осы әдістерді барлығымыз дәптерімізге жазып алайық. Өте жақсы жарайсыздар. Open. Олай болса оқушылар, барлығымыз жазып болдық па? Жарайсыздар. Ары қарай топтық тапсырмамен танысайық. Ұлттық құндылыққа негізделген топтық жұмысты орындаймыз. Тапсырма массивден лайс элементін кірістіру және өшіру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Енді оқушылар, сіздерге топтық жұмыс тақтада көрініп тұр. Ұлттық құндылыққа негізделген тапсырма беріледі. Сіздерге таратпа қағаздар таратып берген. Алдарыңызды жинақтап, артық заттарды ысыра тұрайық. Осы тапсырма бойынша домбыра тобына және тоғыз тобына тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырма бойынша дескрипторге мән бере отырып, тақтада да көрініп тұр және бағалы парақтарымызда да дескриптор бар. Қазір барлығымыздың бағалы парақтарымызды таратып береміз. Оқушылар, бұл жерде бағалы парағында әр оқушы өзін-өзін бағалайды. Академиялық адалдықты сақтаймыз оқушылар. Жарай ма? Қажетті постерге қажетті нелерді берді. Енді тапсырманы орындай беріңіздер. Жөндеріңізді жазып қойыңыздар бағалы парағына. Ат жөндеріңізді жазып қоямыз. Академиялық адалдықты сақтаймыз оқушылар. Осы аспаптардың массивтері беріліп тұр. Осы массивтерді пайдаланып, екі топқа екіштерді тапсырма берілген. Бірінші топ домбыра тобы. Массивтер тізімінен сыбызғы аспабын өшіріп, жетіген аспабын бірінші индекске қою керек.
Al екінші қол столы. Массивтер тізімінен жетіген аспабын қосып, жаңа массивтің соңына элементті енгізіп, екінші индекстегі аспапты өшіреді. Осы шартты сақтай отырып, топтық жұмысымызды жасайық. Қандай код жазасыздар? Барлығын осы кодтерге көрсете беруге болады. Уақытты ұмытпай оқушылар. Тез-тез қандай? Алғашқы массив тізімімен нәтижеде шығатын массивті көрсетейік. Кезектейік оқушылар. Сызылысты аспабын өшіріп, жетіген аспабын бірінші индекске қосуларыңыз керек. Домбыра тобы. Кезектейік оқушылар. Екінші қол столы. Массивке жетігенді қосып, соңында енгізілген екінші индекстегі элементті өшірулеріңіз керек. Кезінде топ барлығымыз қатысып отырайық. Тез-тез жасайық. Екінші индекс Аяқтауға жақыныз ба? Жақсы. Қандай массив шықты сіздерде? Массивтер тізімі нәтижені астына көрсетейік оқушылар. Кезектейік оқушылар. бізге қобыз керек. Кім дайын? Домбыра тобы дайынсыз ба? Бізге қобыз керек сөйлеп. Бір қобыз. Басқа не? Элементтерің жетіп жатыр ма оқушылар? Ал. Массивтер элементі. Қандай тізім шықты сіздерде? Қобыз дайынсыз ба? Кім дайын? Ал кезектейік. Жақсы, өте жақсы жарайсыздар. Келіңіз тақтаға. Қобыз тобын тыңдайық. Онда бірінші екі оқушы шыға қойыңыздар. Кел тез. Екінші топ. Домбыра тобы. Тыңдаймыз қасымыздағы топтан. Бізде үш аспап берілген: сыбыс, қобыз және де домбыра. Біз екінші индексті алып, оның орнына жетегенді қойып келген едік. Яғни мынау бірінші нөл, бірінші элемент және екінші элемент. Яғни біз домбыраның орнына жетегенді қою керекпіз. Біз деген бірінші топпен бүкіл берілген элементтерді жазып алдық. Содан кейін append әдісі арқылы біз екінші яғни домбыраның орнына жетегенді қойғанбыз. Содан кейін барып екінші индекс яғни домбыраны алып тастадық. Поп әдісі арқылы бізде
деп сосын екінші жетекті алып оның орнына жетегенді қойдық. Содан кейін барып нәтижесінде бізде сыбызғы, қобыз және де жетеген шықты. Жақсы, жарайсыздар, тамаша. Келесі, домбыра тобы. Келейік. Кім шығады? Әмина, Аржан. Жақсы, келеміз. Қобыз тобы, домбыра тобын тыңдайық. Ал жақсы. Бізде тапсырма, біз мына сыбызғы, қобыз, домбыраның ішінен сыбызғыны алып тастап, оның орнына массивтің бірінші орнына жетегенді қосуымыз керек болған. Біз ең бірінші мына жерде сыбызғыны алып тастадық, ремуфация арқылы. Содан кейін инсерт арқылы бірінші орынға жетегенді қойдық. Бір жетеген екінші болады, себебі массивтен нөлден басталады. Содан кейін студент арқылы жауабын шығардық. Нәтижесінде бізде не шықты? Нәтижесінде қобыз, жетеген, домбыра шықты. Жақсы. Өте жақсы. Өзімізді бағалау парағына оқушылар. Балымызды қойып отырайық. Дискрипторге бағынайық. Ары қарай, олай болса, ары қарай келесі тапсырмамызға көшейік. Бізде тақтада жұптық жұмыс берілген. Осы жұмысқа қарай, қасымызда отырған жұбымызбен, осы отырған киімізбен бірге қоямыз. Қазір қағазда тапсырманы беремін. Жұптық жұмыста оқушылар тақтаға назар аударайық. Тақтада бізде тапсырма тұр. Яғни функционалдық сауаттылыққа негізделген. Осы тапсырмада жұптарымызбен орындаймыз бірге. Код беріледі. Бұл кодтың орналасуында қате бар. Сол қатені тауып, өзіміз орналастырамыз. Тапсырма шарты барлығын қарап назар аударып отырыңыздар. Қасыңыздағы жұппен біргеміз. Жұптарыңызбен орындаңыздар. Аты-жөніңізді жазып қояйық оқушылар тапсырмаға. Жұптарыңызбен аттарыңызды жазып қоямыз. Яғни берілген кодтағы шартына қарай орналасу реттілігін табуымыз керек. Жақсы. Қасындағы кестеге дұрыс кодты жазамыз. Ең берілген кодтан қасында кесте бар. Бұл жерге бірақ дұрыс кодты жазуларымыз керек. Тезектегі оқушылар екі алып шектерді. Бұл есеп функционалдық сауаттылыққа негізделген. Болдық оқушылар. Кодты жазып, реттілігін таптыңыздар ма? Үстіне шашıyoruz. Бастапқы массивқа үстіне шашıyoruz. Жарайсыңдар. Тағы. Алған жұптар. Қазір алдарыңызда ұстай тұрыңыздар, тексереміз. Абдрахман, Ақжан, Арсен, оқыса? Көксәт. Оқушылар тездетейік. Уақытқа бағынайық. Бұл жерде ең жоғарғы пай 3
aldыңыздар ғой, иә? Жарайды. Ары қарай оқушылар. Тақтаға назар аударайық. Кеттік ары қарай. Жеке жұмыс. Бұл жеке жұмыс. Әрқайсыңыз практикалық тапсырма орындайсыздар. Әрқайсыңыз қазір компьютердің алдына отырасыздар. Авторлық бағдарлама негізінде жасалған, сараланған деңгейлік тапсырмалар. Мен қазір сіздерге өздеріңізге жекелеп тапсырманы берем алдарыңызға. Сол бойынша тапсырмамызды орындаймыз. Олай болса оқушылар компьютердің алдына жайлап отыра беруге болады. Biz бүгін массивпен жұмыс жасаймыз және Python бағдарламалау тілі арқылы орындалады. Жеке жұмысты орындауға оқушылар 5 минут уақыт жеткілікті. Ал есеппен танысып, есептің нәтижесін қалай? Кодын құрамыз, нәтижені аламыз. Python программасымен оқушылар уақытқа бағынамыз. 5 минутта жеке жұмысымызды аяқтайық. Жақсы оқушылар. Тапсырманың кодын құралып жатырмыз ба? Аха. Бүгінгі сабақтағы әдістерді қолданып жатырмыз ба? Иә. Append әдісі, remove әдісі. Жақсы, жарайсыздар. Кімде қандай қиындықтар болып жатыр? Кодты қалай? Жақсы құралып жатырсыздар ма? Есептің шартын түсіндіңіздер ме? Жақсы.
sen taqsimlarni tushundingmi? Ya. Ya. Qanday aytishda qo'llanding? Sal. Qanday aytishda qo'llanding sizlarni? Ya. Çok aytdim. Arkadaşlar sen de qanday aytish qo'llanacaksın? Esingizga chiqyaptimi? Tak. Sama qanday? Taqman ismi qalay? Qanday aytish qo'llanacaksın? Aferin. Qanday aytish qo'llaniladi? Abray, sen de qanday aytish qo'llanacaksın? Ya. Elementin sonuna, masifin sonuna ne жалғажатырмыз? Masifin sonuna element жалғажатырмыз. Ал Арсен, sen de qanday aytish? Insert aytishni qo'llanacağız, ya. Neticenin almanı boşlar var mı? Ya, arayacaksın, uyduracaksın. Masif bir sonuç element kullanılır. Qanday aytish qo'llanilishi kerakchi? Ya, masifni yengizdi, so'sin. Ya, Bundan nasiplaydı. Sanki kubikte. Tizim bo'lib, ya, tizimda masifning tizimin ekranga chiqardik. Yaxshi, bu o'ta yaxshi, jaraysin. Qarang, bag'alni qarangmi, o'tingi. Bag'alni qo'yib o'tir. Yaxshi. Natijani oldik, o'quvchilar. Olmaz tezetik. Amina, ya. Amina, running bering, Amina. Yaxshi. Necha qurushni bitirdik dasturlarni? Kavsar, qaray, jaraysinda. Kavsar, natijadan qalay chiqdimi? Aha, yaxshi. Qanday aytish qo'llanding, Kavsar? Aha.
Жақсы жарайсың. Амина бұлтқа. Аха. Массивтер тізімі шығып тұрма сенде? Жақсы. Қандай әдіс қолдандық? Иә, ол қандай әдіс? Массивтің соңына бір элемент қосасың. Иә. Сенде мысалы массивінің соңында элементтер қосылды, иә? Жақсы, жарайсыздар. Оқушылар, сонымен бүгінгі есепті түсіндік пе? Қандай әдістер қолдандық? Иә. Аппен қандай қызмет атқарады екен? Массивтің соңына элемент қосасың. Иә, массивтің соңына элемент қосады. Ал көп қандай қызмет атқарады? Иә. Ай индексінде тұрған санды Өшіреді. Өте жақсы дұрыс айтасың. Жақсы оқушылар. Есебіміздің барлығымызға есептің нәтижесі шықты. Бағалау парағымызға балымызды қояйық. Енді олай болса, оқушылар, тақтаға назар аударайық. Шықты ма? Өте жақсы. Бағалау парағына бағамызды қойып отырамыз. Енді тақтаға назар аударайық, оқушылар. Бекіту сұрақтарына жауап берейік. Мына жерде сәйкестендіру тапсырмасы берілген экранда. Осыны бір-бірлеп сәйкестендірейік. Жақсы. Кім шығады тақтаға? Оқушылар. Жаңағы біз практикалық жұмыста қолданған әдіс тәсілдер осы жерде көрініп тұр. Ақ жақ келе қойсын. Келесі. Массив элементіне қалай өшірілді? Амина. Тезетейік оқушылар. Келесі сұраққа дайын отырайық оқушылар. Жақсы. Ары қарай. Келесі, келе береміз тақтаға оқушылар. Кім шығады? Ақтөсар кел. Арай дайын отырайық. Абырай келе бер. Қайсысымен қайсысы? Жақсы. Абырай кел. Кел, шақа. Жақсы. Олай болса, тексерейік. Бізде 3 әдіс тәсіліміз дұрыс, 2 әдіс тәсілден қате кеткен. Енді қалай ойлайсыздар? Мына 2 сұрақтың жауабы қателі? Иә. Массивтегі бірінші орынға жаңа элементті қалай жүктеуге болады? Иә. Ал массивке жаңа элементті қосу қалай жүзеге асады? Аппен арқылы. 2 әдісті ауыстырып алды. Жақсы. Олай болса оқушылар. Енді қазір бағалау парақтарыңызды жинап алайын. Маған бере қойыңыздар. Ал сіздер тақтаға келіп, өздеріңізді кері байланыстарыңызды бере беріңіздер. Аты жөндеріңізбен тұрған оқушылар, маған бағалау парақтарыңызды бере қойыңыздар. Ал бүгінгі сабақта кім не түсінді? Әлде түсінбедіңдер ма? Әлде жартылай түсіндік пе? Өзіміздің кері байланысымызды берейік. Бағалау парағын бере қойыңыздар. Барлық оқушыда өзімізді кері байланыс беріп шығайық. Жақсы. Шапағат, Кәусар, Ақжан, Шыңғыс, Арайлым, Алмас. Өте жақсы.
түсінікті болса? Арай. Алмас келе ғой. Өте жақсы. Оқушылар, кері байланыстарыңызға рахмет. Олай болса, бүгінгі сабақта біздің оқушылардың өзін-өзін бағалау парағы бойынша бағаларыңызды айтып шығамын. Алмас 7 балл, Амина 9, Ақжан 10, Ақкәусар 10, Шапағат 8, Шайхиева Кәусар 9, Арайлым 9, Ыбырай 9, Әдемі 9, Әбдірахман 9, Шыңғыс 8, Арсен 9. Оқушылардың бүгінгі сабақтан жинаған ұпайларымыз осындай. Енді олай болса, үй тапсырмасын жазып алайық. Осы элементті өшіру және кірістіру тақырыбы бойынша 108-ші беттегі 3-ші есепті дәптерімізге жазып алайық. Және күнделігімізге тақырыпты жазып қояйық үй тапсырмасына. Жазып алдық қой оқушылар? Ал бүгінгі сабақ бойынша сіздерде сұрақ бар ма? Барлығын түсіндік па? Олай болса жарайсыңдар. Оқушылар, осымен сабақ тәмам. Соңына жетті. Сау болыңыздар. Sağ olun.